Енді осы кешеден бері осы құрылтай өткеннен кейін теледидарды қарап отырмыз, басқа да ақпарат құралдарын қарап отырмыз. Жалпы мақтау, мадақтаудан басқа бір салиқалы бір талдау, талқылау деген нәрсені көп байқамадық. Сіздің ойыңызша осы соңғы 4 жылда біздің медиа немесе жаңағы журналистика белгілі бір деңгейде өсті ме, әлде кері кетті ме? Бізде бір тәуелсіз журналистика бір кездерде бар сияқты еді. Қазір бар деп ойлайсыз ба? Қаншалықты олардың үні естіледі? Кері кетті, және тек журналистика емес, азаматтық қоғамның билікке араласу жағы соңғы 5-6 жылда төмендеді. Есіңізде ме, талай білетін шығарсыз, біздерде сол 2000 жылдары дөңгелек столдар көп болатын. Кез келген мәселеде мемлекетпенен азаматтық қоғам бірігіп отырып, енді кей уақыттарда не дейді, бір аты танымал эксперттер шақырылатын, қоғамдық ұйымдардың басшылары шақырылатын. Менің өзім талай комиссияларда болдым, керексе қоғамдық палатада отырдық 5 жыл бойы. Қысқасы, ондай кездерде осындай көп болған. Қазір менің ойымша екеу-ақ қалды. Енді біреуі жоғарғы деңгейде, республикалық деңгейде жаңа халық кеңесі дейік, енді бұрын құрылтай дейік, енді бір форм. Ал жергілікті жерлерде кеңестер қалды, облыстық, қалалық кеңестер бар ғой. Ал басқа жеке бір кездесулер, жеке бір мәселені талқылау, бұл журналистермен негізінен біз бірге жұмыс істейтін тұғымыз ол уақытта, бәріміз бірге жұмыс істедік. Журналистермен азаматтық қоғамның өкілдері, ұйымдар, бір жеке бір соны пікір айтатын, мемлекеттік биліктің пікірін тек қана 100% қолдай қоймайтын, оны өзгертіп, толықтырып, кей уақыттарда қоштап, сондай отырыстарды білесіз бе, жоғалып кетті. Соңғы 6-7 жыл бойы мүлдем жоғалып кетті. Бұл жақсы құбылыс емес, жақсы бағыт емес. Себебі барлық нәрсені ақылдасып істеген дұрыс қой, кез келген нәрсені. Иә, олар сын айтатын шығар. Президентке, жүйеге сын айтатын шығар, одан еш нәрсе қирап кеткен жоқ. Шындығында. Ол әркімнің жаңа біздің конституциядағы біздің көп пікірлі мемлекетпіз деген жазу бар ғой, плюристік мемлекетпіз деген, соның сақталуы ғана. Бірақ ондай жиын жасалмайтын болды. Білмеймін, оған не рұқсат бермей ме жоғарыдан, жоқ әлде оның қажеті жоқ деп ойлай ма? Мен түсінбедім енді. Сосын тағы бір байқағаным, анау тәуелсіз ойы бар, еркін пікірі бар адамдарды қазіргі билік оларға игнор жасайтын болды. Бұрын кішкене сол адамдармен санасатын, пікірін тыңдайтын деген сияқты. Ал қазір олар анау араб тілінде бар ғой, жаңағы үнсіз әлиф деген, жаңағы атқаратын функциясы көп, бірақ ешкім оны көзге келмейді деген. Сол сияқты бір не жүріп жатқан сияқты. Сонымен қатар өздерінің билігін одан әрі күшейту мақсатында ма, қазір орден медальды тарату өте көбейіп кетті. Кешегі құрылтайда да орден медаль таратылған екен. Жалпы сыйлықтың көп берілуі қаншалықты біздің қоғамға қажет деп ойлайсыз? Бұл да саяси. Атақтарды қайтарды жаңағы. Еңбек ері дегендерде. Бұл саяси тәсіл деп ойлаймын. Жалпы қазақтың өзінің сәл-пәл осы әрбір ерекше мінезі бар ғой. Біз сондай нәрсеге құмар халықпыз да. Сондай нәрсеге бір дақпыртқа, мақтанға, атаққа құмар халықпыз. Соны билікті пайдаланады да. Себебі жағыны берген сайын оның билікке деген көзқарасы жақсара түседі дейік, әйтпесе билікті қолдау рейтингі көтеріле түседі. Ондай нәрсе бар. Сондықтан бұлар осыны саяси бір әдіс есебінде пайдаланып отыр ма деп ойлаймын да мен өз басым. Енді бірақ соны бергені дұрыс қой, ол да жақсы нәрсе енді шындығында. Бірақ солар өзінің иесін тауып жатыр ма? Баяғыда бір сөз бар еді ғой. Жаңағы награда өзінің иесін тапты деген бір баяғы сондайлар көп болады. Мысалы, бірақ мысал айтайын. Тәуелсіздіктің 30 жылдығы дейді, бірдеме жылдығы дейді. Сол тәуелсіздік үшін алғаш үн көтерген, сол үшін талай жазыланған Хасен Қожа Ахметке рахмет айтылған жоқ та. Мен әдейі қарап 30 жылдығында да, 70 жылдығында атап өткен, 75 жылдығында атап өткен жоқ. Бір рахмет айту, оны төрге отырғызу жоқ. Қалайша? Мен түсінбеймін. Және сол уақытта 89-90 жылдары Азат қозғалысын құрып, тағы басқарған өзі бір 4-5-ақ ұйым болды менің есімде. Ол желтоқсан ұйымы болды, Алаш ұйымы болды, Арон Атабек басқарған, Азат қозғалысы болды, және мен басқаратын социал-демократиялық партия болды. Осы 4 ұйымның бірде-бір адамына осы уақытқа дейін рахмет айтылған жоқ та. Шындығында бұл өте қызық нәрсе. Оған енді реніш жоқ, бірақ ол жағымпаздарды ғана сыйлап жатқан сияқты ма? Бір сондай бір не қалып жатыр? Бұл жақсы нәрсе емес, мен сізге айтайын. Себебі осындай атақ, даңқ алуға құмарлану басталады. Себебі
қазақта бәсекелестік көп қой. Неге анау алмағанда мен алғанда мен алмаймын деген сияқты, сол арқылы жаңағы сен айтқан жағымпаздық күшейе түседі. Енді мысалы о заманда бұл заман бұрын енді ассамблеяны пайдаланатын еді, басқаны пайдаланатын еді. Көкпаршы дегеніміз қазақта ең бір батыр ер адамдар. Сол көкпаршылар ұйымының басшысы ма, президентті тағы да келесі кезеңге сайлайық дегенді көтеріп отырған, ұмытпасам. Бір түрлі болды да маған, ең болмаса енді басқа бір ветерандар көтерсе осы мәселені бастаманы мен түсінер едім да. Бірақ енді айтыскер ақындар, әйтпесе көкпаршылардың осындай деңгейге түсуі өте бір қауіпті жағдай. Ұлттың азуы сияқты ол есептеледі маған. Азғындау сияқты. Совет одағы кезінде мына ақын жазушылар, зиялы қауым, ғалымдар, соларды өздерінің саясатын насихаттайтын бір құрал ретінде пайдаланды ғой. Ал қазір сол жалғасып жатқан сияқты да, жаңа біздің ақын жазушылар өздерінің бір өздеріне жүктелген бір міндетті тек қана сол үкіметті мақтау, мадақтау деп не қылып алған сияқты. Жоқ, енді ол өзгерген жоқ қой. Мысалы, біздің осы жүйеміз бұрынғы келе жатқан әкімшілік, әміршілдік жүйе, есіңде ме? Административный командный система деген. Оның ішіне тоталитаризм да кіреді, оның ішіне авторитаризм да кіреді. Біздің қазіргі кезіміз сол ғой. Бұрын совет үкіметі кезінде есіңде ме, бір өлең бар, деді ғой Леонид Ильичтің өзі деген өлеңнің ішінде сөз бар еді. Есіңде ме? Дәл сол сияқты кейіннен Назарбаевқа күй шығарыла бастады, жыр шығарыла бастады, өлең шығарыла бастады. Тоқаевқа да дәл солай болады. Қысқасы бұл не дейді, бұрынғы совет үкіметінен бері келе жатқан жүйе екенінің көрсеткіші ғана. Адамдардың, әсіресе зиялы қауымның билікті қолдауы, қолдаған уақытта көзсіз қолдауы, жағымпаздануы тікелей айтсақ, бұл аяқ совет үкіметінен келе жатқан, бұны шығарған Назарбаевтың кезеңі емес, бұны шығарған Тоқаевтың кезеңі емес. Бұл совет үкіметінен келе жатқан. Себебі жүйе сол келе жатқан, сол жүйе. Сол жүйе. Тек қана аттар ауыстырылды. Мысалы, 91 жылы мынау есіктің сыртында обком партияның бірінші секретарь деген жазу бар тұғын, әрбір облыстың басшысы, КПСС, коммунистік партияның облыстық комитетінің басшысы деген. Соны бір күннің ішінде әлесімде 19 облыстың есігінің сыртындағы ауысты. Облыстық бірінші хатшының орнына облыстың әкімі деген жазу жазылды. Болды. Сол адам, сол кабинет, сол жұмыс істеу стилі дәл солай қалды, бірақ тек қана аты ауысты. Сондықтан сол күйінше келе жатырмыз. Бұл сол совет үкіметінен келе жатқан, 30-шы жылдардан бері келе жатқан психологиялық менталитетіміз біздің. Бірақ енді бізде қазір бір ұрпақ ауысты. 91-ден бері 35 жыл болды. Осы ұрпақтың санасы өзгермеді деп ойлайсыз ба? Немесе осы дәстүрді бір өзгертетін ұрпақ келмеді ма біздің елге? Енді қазақ ақылды халық қой. 50 жылда ел жаңа деп айтпайды. Сондықтан 35 жыл менің ойымша жетпей жатқан сияқты. Иә, жаңадан жастар келді, мүмкін олардың ойы, пікірі сәл-пәл де болса еркін шығар. Олар пионер дегенді білмейді, комсомол дегенді білмейді. Олар жаңағындай... Бірақ оның орнына дәл соған ұқсас, не дейді, құрылымдарды жасап қойды. Мысалы, жас ассамблея мүшесі, жас отандар деген сияқты нәрсені жасап қойды. Себебі олар басқа нәрсені білмейді. Билік сол бұрынғы қалпынша келе жатыр, тек қана аттар ауыстырылды да. Сондықтан, мен де таңғалам, біз 39% болған уақытта жаңағыдай ұйымдар құрылып, тәуелсіздік үшін күрес басталған, ашықтан ашық жаңағы. Енді біз 70%-дан асқан уақытта сан сапаға айналу керек қой, кешіріңіз. Егер ол уақытта 4 негізгі ұйым болатын болса, қазір 8 негізгі ұйым болу керек қой, халық аузына қарататын. Жоқ, өкінішке орай. Және ең соңғы кезде шындығында бірде-бір жаңа бағыттағы саяси күш жоқ. Мейлі оны оппозиция деп атайық, оппозиция емес деп атайық, бірақ жаңа біз былай жүрмейміз, мынау қоғам емес, бұл біз әділетті мынандай қоғам. Енді оныкі дұрыс па, дұрыс емес пе, бірақ осыны ұсынатын, осыны көтеріп, осындай ту көтеретін бірде-бір ұйым қалған жоқ, бізге дейін. Азаматтық қоғамда ұйым қалған жоқ. Бұған не кінәлі деп ойлайсыз? Әлде кім кінәлі деп? Бұған екі жақтан да кінәлі. Бұған халықтың да кінәлісі бар, өзіміздің жаңағы бейжайлығымыз, бейтараптылығымыз кінәлі шығар. Екінші жағынан әрине билік, 90% билік кінәлі. Билік өзі ойлады ау деймін, егер біз осылай жасасақ, онда қоғамды біз ұстап тұра аламыз, тыныш деп. Бірақ ол менің ойымша үлкен қателік, қаңтар оны көрсетті. Енді 2026 жыл басталып жатыр. Осы 2026 жылға деген өзіңіздің жалпы болжамыңыз, 2025-ті
бір сөзбен қорытындылап 2026-ға бір қандай да бір өзгерістер бізді күтіп тұр. Салық кодексінің өзгеруіне байланысты, бүгінгі реформаларға байланысты, содан кейін халықтың әл ауқатына байланысты бір қандай бір болжамыңыз бар ма? 2026 қалай болады бізге? Жылқы жылы деп жатырмыз енді. Иә, мынандай бір сөз бар ғой, афоризм сияқты. Көп ақпаратты білетін оптимист, пессимист болады деп. Сондықтан мен бұл жерде пессимизм көзқарасым басым сияқты да. Себебі мен бір болашақта мынандай өзгереді-ау деген өзгерістің басы бүгіннен көріну керек та. Құлағы қылтиып тұру керек. Мынау ертең үлкен өзгеріске айналады деген. Мен оны көрмей тұрып қайта бізде кері кету басым бар жатыр. Мысалы, енді мен өзімді жаңағы демократ деп есептеймін. Демократияның негізгі бір белгісі бұл халықтың билікке араласуы, билікті бақылауы, билікті ұстап отыруы халықтың. Қоғамның қатысуы деп атайды. Бұл мүлдем Қазақстанда жоқ. Енді соңғы бірақ мысалы айтайық, құрылтайға байланысты. Құрылтайда екі үлкен мәселеде мынандай нәрсе бар. Халық жаңағы кеңесінің мүшелерін президент тағайындайды. Кәдімгі жазылған, президент тағайындайды. Парламент оны қабылдайды, жаңағы дауыс береді, а президент тағайындайды. Президент тағайындаса, ол қандай халықтың кеңесі болады да. Демек, бұл президенттің ғана құзыретін көтеретін, басымдық беретін мәселе. Екінші, жоғарғы сот туралы әңгіме айтылды. Жоғарғы сотты мен өзім ойлап едім да, халық сайлау керек қой енді. Соттың бәрі енді халық сайланады, демократия өлді. Бұл жерде бұрын жоғарғы соттың өзінің коллегиясы сайланады, жоғарғы соттың мүшелерін. Енді оны президенттің ұсынуыменен құрылтай бекітеді. Президент ұсынады тағы да. Демек, бұл жерде билікке көп мүмкіндік беріп отыр да, халықтан гөрі. Қараңызшы. Әрбір қадам басқан сайын. Керек десеңіздер, енді айтып кеттік қой, алғашқы референдум болғанда 32 ма бапты ауыстырды деп. Соның ішінің өзінде кері кету болды. 1992 жылы конституциялық соттың мүшелерін заң бойынша парламент өздері сайлайтын тұғын. Парламент. Ал жаңағы референдумнан кейін қабылданған заң бойынша оның, ұмытпасам, төрағасы мен 4 мүшесін президент тағайындайды. Бұл да кері кету. 92 жылы барлығын сайлайтын парламент, ал мына жерде оның тең жартысын және басшысын тағайындайтын президент. Біз кері кетіп келе жатырмыз. Барлық демократиялық жағына біз кері кетіп келе жатырмыз. Сондықтан алдымызда жақын арада, жақын бір 4-5 жылдың ішінде мен ешқандай бір жақсы өзгеріс күтпеймін. Иә, экономикалық, әлеуметтік жағынан өзгеріс болуы мүмкін. Егер біздің жаңағы дейді, енді әртүрлі дамудың кей уақытта тоқтайды, кейде секрет деген сияқты. Сондай жағдай болып қалса, иә, халыққа бюджеттік ақша көбеюі мүмкін. Жаңағыдай мүмкін кешегі 16%-дің 10%-ға түсіруі мүмкін, егер біздің экономикалық жағдайымыз кенеттен жақсарып кетсе. Ол тікелей жаңағы біздің не дейміз, соны басқарып отырған министрлерге соған байланысты, және бір халықаралық деңгейдегі экономикалық жағдайға да тікелей қатысты болады, соған байланысты. Ал саяси реформа жөнінен, менің ойымша, жақын арада ешқандай жаңалық, жақсы жаңалық мен күткендей бола қоймайды. Енді біз осы құрылтайды өткізе салғаннан кейін Тоқаевтың Давос форумына барғанын білеміз. Ол жерде Трамптың ұсынған бейбітшілік келісіміне қол қойды. Бірақ бұған Европаның көптеген мемлекеттер қол қоюға бас тартып жатыр екен, өйткені Ресейді шақырғаны үшін. Осы бейбітшілік келісімін бізге берері бар ма? Былайда бұл жерде екі мәселеге берері бар. Біріншіден, президентіміз кімге Трампқа жақындап келе жатқанын білеміз. Ол бір жағынан дұрыста. Өйткені мына жағымызда көзін алайтып Ресей отырған уақыттарда бізге бір артымызда қорған болатындай екі мәселе бар. Біреуі Қытай, осыдан бір 5-4 жыл бұрын ба Си Цзиньпин өте бір жақсы сөз айтты. Қазақстанның территориялық тұтастығына біз қолдаймыз, және нетеміз, көмектесеміз деген сияқты. Өте ашық пікір айтты. Бұл Путинге айтылған пікір. Енді сосын барып Трампқа. Президенттің онысы саяси ойын есебінде мен қабылдаймын да, егер жаңағыдайға қол қоятын болса. Иә, Украина айтады да, неге сол жерде Белоруссия мен Ресейде отырса, оларды да шақырыпсыз, мен олармен бірге қалай отырам деген сияқты жаңағы бір не дейміз, зілсіз күлкіменен осыны айтты.
кейбіреулер иә қатыспай отыр. Бұның енді болашағы бар ма жоқ па, бұл екінші мәселе. Менің ойымша Трамптың бүкіл әлемдік деңгейдегі құрылымды өзгертуге тырысып жатқанын біз жақсы білеміз. Ол жерде әлімжеттік кім күші бар, сол жүзеге асады өзінің ойын деген сияқты мәселе ғой. Сол жерде біздер не дейді? Мүлдем көрінбей қалмау тағы болмайды. Біздер өзіміздің мемлекет есебінде осындай жерге қасында қосылғанымызды көрсету сияқты. 1 миллиард ақша өте бірақ ойлап қарасаңыз, жаңағы бейбітшілік кеңесті алдына қойған мақсаты былай жаман емес. Палестина газа мәселесін шешу жөніндегі нәрсенің. Екіншіден, Біріккен ұлттар ұйымы қазір мүлдем тыс қалды жұмыстан. Біріккен ұлттар ұйымы ғой. Бұл коллективті түрдегі бейбітшілікті сақтап тұратын әлемдегі. Олар шындығында да Зеленский 22 жылы өте тамаша айтты сол жерде мінберден. Өте тамаша айтты. Дәл сол жағдайға келдік. Демек бәрібір бір не мемлекет, не бір топ болу керек та, осыған бас ауыратын. Егер Трамп басын ауырып, біз енді Трамп бойынша сене бермейміз, бірақ Трамп осындай бастама көтеретін болса, неге оны қолдамасқа? Егер бейбітшілік деген сөз бар, егер Газаны қолға аламыз, оны жасаймыз, кейіннен әрі қарап жалғастырамыз осы бағытта десе, неліктен біз оның қасынан табылмаймыз? Кез келген уақытта шығып кетуге болады. Сондықтан бұны мен не жақсы, не жаман демеймін. Бұл қажеттіліктен туған деп ойлаймын, қажеттіліктен туған мәселе. Жақсы, рахмет бізге уақытыңызды бөлгеніңіз үшін, және күнді ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін. Біздің енді мінбер оқырмандар атынан сізге рахмет айтамын. Сәттілік болсын сізге. Сау болыңыздар. Рахмет.